Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін осындай салаттың рецептін сіздермен бөліскім келеді. Міне мен мынандай құралдардан тұратын қазір салат жасайтын боламын. Осы жерде көрінген құралдардың бәрін қазір мен бәрінде соломка қылып тураймын. Міне барлығы туралды. Мен үстіне өзім үйден жасаған домашний майонезімді салдым және сондай-ақ тұз салдым шамамен. Және мына столға қоярдың алдында ғана осындай сухари сала қоясыздар да. Дәл столға қоярдың алдында ғана жасап, сухариді салып, араластырып, осындай әдемі, дәмді, өте күшті, жеңіл жасалынатын салат шығады. Сіздер жасап көріңіздер. Рахмет.